көтерілсін. Мына аптап-ыстықта егініміз қурап сырғайып кететін болды ау. Алақай, бұлт көрінді. Қара бұлт көрінді. Құрғақшылықтан құтылатын болдық, алақай. Егініміз суарылатын болды. Жеріміз көгеретін болды. Құрғақшылықтан құтылатын болды. Жауын жаудырдым, сені суға толтырдым. Мені үшін, мен мақтамын. Ей бол, сен мақтанып келіп тұрсың. Ұлысыне қайранмын. Сол жаңбырды шөлдеп тұрған егіндерге берсең, көк шығып, жер отайып, егін өтіп, қандай зор пайдан тиер еді елге. Не қайыр сенің қазір жауғаныңнан, теңсіздің, су жетерлік теңсіздің. Уа, халқым, мына қара бұлттың ісінен ғибрат алуға болады. Бұлттай жерге жаумай суға жауған қазақта іс ететін көп адамдар. Жұмсамай тиіс торынға мал өнерін, біреулер жүреді оған не амал бар. Шаман келсе, қазақтың мұң-мұқтажын ойла. Қазақта мақал бар емес пе? Жақсылықты басыңа қыл, басыңнан асса досыңа істе деген. Бұны сендерге айтпай кімге айтайын? Жастар, қазақты дамыт, қарыштап, өсір, өркендет. Мына қара бұлт сияқты суы тасыған теңізге құймай, өзіңнің өнеріңді, біліміңді мына қазақ халқына жұмса.